Сәлеметсіздер ме? Тағы да бізде қазіргі тақырыбымыз ол бізде основной средствоны қабылдап алу безвозмездно түрде немесе және сатып алған кездегі. Бізде ОС жылдың басында ОСті біз осылай вот начальникпен саламыз. Ал енді жылдың ортасында келген ОСтерді біз покупка арқылы аламыз. Покупка, поступление, ТМЗ, услуг. Жақсы. Бірінші жағдайда біз поступление электронный счет фактура арқылы поставщиктерден сатып алған кезде біз поступление покупкадан қабылдаймыз. Покупка товар, ОС, услуги. Және мына жерден поступление, ТМЗ, услуг жасаймыз. Бізде мына ОС, ТМЗ, услуги деп бөлінеді. Біз осы жерден электронный счет фактура қарап алып, қай мекемеден, қай датадан келгенін қабылдаймыз. Например, бізде февральдың 10-ында ноутбук сатып алдық дейік. Мына жерге ноу дейміз. Источник финансирования бюджет 17-10-да алып тастаймыз. Қай мекемеден келіп жатқанын көрсетеміз. Создавать ете қойық. ИП Кожахметов тек мысалға. ИП Кожахметов. Мына жерге бин, КБ бәрін толтырасыздар банковский счетін. Менде енді тестовый база болғасын көрсете қойып жатырман. Контрагент көрсетеміз. Мына жерге 17-10-да алып тастаймыз. Және мына жерге ОСті добавить етеміз. Біз бұл жерге тек қана название бойынша создавать етеміз. Ноутбук, например, и келген уақыты 10.02.24. Біз егер де сізде мекемеде үлкен болып бірнеше ноутбук болатын болсаңыз, кішкене қай ноутбуктың қандай екенін білу үшін қасына характеристика қосқаны жөн. Ноутбук, характеристика, памяті деген сияқты сондайлармен жазсаңыздар болады. Бұл жерге тек названиесін жазып, записать, закрыть етеміз и таңдаймыз. Вот мына жерге ноутбук келді. Суммасы 284 мың дейік. 284 мың, 24.10. Мына жерге 21.0 өзі код строки формы 5 дейміз. Вот ОСті осылай қабылдап аламыз. Провести. Егер де бірнеше ноутбук келетін болса, әр ноутбукты жеке-жеке салуымыз керек. Жақсы, мына скопировать етіп екеу келді дейік. Бірақ скопировать еткенмен ішінде ноутбук тоже копировать етуіміз керек. Скопировать ноутбук екінші штук деп қойып, мына жерге екінші штук, соны таңдаймыз. А мына жерге 2-4-3-тің басып үтір қойып бірінші штук дейік. Записать, закрыть. Вот ноутбук 2 штук келді, 2 түрлі, бағалары бірдей. Вот 284 мың теңге. Провести етеміз, провести етіп қабылдаймыз. Бұл бізде ведомство амортизацияны ашайық. Ведомство амортизацияға жұлдызша қойып қою керек, жиі пайдаланамыз. Вот сформировать. Вот ноутбук міне ал первоначальный стоимостьтер тұр. Мына жерде екі скобкалар тұр. Бұл материально ответственное лицо қай складқа келгені көрсетілмеді деп шығарып тұр. Біз поступление ОС жасағаннан кейін міндетті түрде создать на основанияны басу арқылы принятие к учету ОС жасауымыз керек. Каждый ОС нематериальный актив келген кезде осыларды жасауымыз керек. Принятие к учету ОС жасаймыз. Вот мынандай неге өзі түсіреді. Приобретение основные средства, КПН. Мына жерге датасы, покупканың датасымен бірде болу керек. 10.02.24. Мына жерге 10.02.24 дейміз. Мына жерге ну дейміз. Учетет КПН. Вот мына жерге инвентарный нөмірін өздеріңіз берсеңіздер болады. Немесе 1С өз автоматом 000123 деп кетеді. Егер өздерін беретін болсаңыздар 24.00. Егер сіздің өзіңізде кітапша инвентарный номер бойынша сондай болатын болса, сол бойынша кезекті номерін беріңіздер. Мына жерге 16 дейік. Например, басылып кетті бірдеме. 15-16. Міне осылай бересіздер. И срок полезное использование. Бізде 25 ай деп таңдайтын болсақ, 48 ай дейміз. Мына жерге материально ответственное лицо қоямыз. Егер де екі ноутбукта екі түрлі жауапты адам болатын болса, екі түрлі адамды қойсаңыздар болады. Жолдыбаева
мына жерге галочка қоямыз. Начислять амортизация міндетті түрде, өйткені ол новыйдан келіп жатыр. Амортизация осы суммадан есептейді. Способ начисления. Линейный способ от срок или от проценты. Көп жағдайда осы екеуін қояды, көбінесе от проценті қоямыз. Процентпен сол 25%-бен есептеу үшін. Мына жерге от проценті и және амортизация. Біз бір рет салып қойсаңыздар, амортизация фа программа несін қай счетқа кететіні расходы. Ол автоматтың барлығына сонымен есептейтін болады. Вот 284 мың 48 ай, 25% годовой. График амортизацияда линейный дейміз. Линейныйдың ішінде осылай равномерно поместитсам и барлығында бір-бір қойып шығу керек. Әр ай сайын бірдей суммада кеміту үшін қойылатын, не? Мыналар қажет емес. Счет учетта тұрады. 29-33 бұл барлығына міндетті емес, бұл көбінесе здание, көліктерге қатысты модернизация жасау үшін. Бұл счеттар өйді автоматым тұра береді, бұл керек емес. Вот имущественный налог, транспортный налог, земельный налог, осындай ойыстар келген болса, соның галочкасын қоямыз. А бізде олар емес, бізде тек признак фиксированный активі дейміз де, біз мына жерге қай нуға жататын көрсетеміз. Бұл бізде компьютерға жатады. Компьютер дейміз. Компьютер. Вот осыны таңдап провести етеміз. Вот ведомство амортизацияны қайттан сформировать еткен кезде вот мына жерде шықты. Каждый мол бойынша жеке-жеке мына первоначальный стоимость за период келді. И әлі остаточный стоимость сол суммада. Бұл бізде әлі амортизация есептеген жоқ. Бұл бізде амортизация февральда келді. Онында февральдан бірінде келсе де, онында келсе де, 28-29 февральда келсе де, бұл заңдылығы бойынша ОС-тің келесі айдан бастап амортизация есептейді. Бұларға амортизация есептейді марттан бастап. Біз амортизация есептеу үшін операцияға кіреміз, закрытие месяца и марттың амортизация есептейміз. Бізде мында январдың амортизация бар екен. Февральға да есептей қойық. 29.02.24. Соңғы даты қоямыз айдың, бюджет дейміз и галочка қоямыз. Провести закрыть. Вот енді марттықын есептейміз. 31.03.24. Мына жерге бюджет, вне бюджет болып кетті. Бюджет дейміз и бірінші галочка. Бірінші галочка бұл тек қана амортизация есептеу үшін. Провести закрыть. Вот үшеуін есептедік. Енді біз ведомство амортизацияны қайттан сформировать еткен кезде вот бізде 5916.67 теңге азайтылды. Бұл бір айлық амортизацияны шегерді. Вот әр ай сайын амортизация жасап отқан сайын бұл ойыстар бойынша амортизация есептелінетін болады. Вот түсіндіңдер ғой. Бұл бірінші жағдай. ОС-тің келуі бұл электронды счет фактура арқылы, поставщиктер арқылы ОС келгенде. Енді екінші жағдай бізде басқа мекемеден безвозмездно ОС келген жағдайда қалай жасаймыз? Ол үшін біздер жаба тұрайық құжатты. Вот поступление тыйымды услуга арқылы жасаймыз. Покупка. Поступление тыйымды услуг, поступление және поступление ең астында безвозмездное поступление деген бар. Соны таңдаймыз. Қай уақытта келді, соны көрсетеміз. Тоже февраль айы дейік, 26.02.24. Февраль айында, контрагент басқа садиктен келді дейік, мысалға, создать садик Атырау 145-ші, например. Бүкіл данныйын толтырып істейміз. Садик Атыраудан келді. Договорын көрсетеміз. Источник финансирования бюджет 17.10-ды алып тастаймыз. Даже бұл 17.10 емес, бұл жерде бізде уже 62.20 деген счет болады. 62.20 доходы от безвозмездно получения актив деген болады. Осын таңдаймыз. Мына жерге добавить етеміз. Қандай не келіп жатыр? Например, столдар келіп жатыр дейік. Стол размері, например, 100-20 сантиметр. Черный. Бірінші штука, да, например. Осылай қабылдайық. 3 штук келді дейік. Осыны скопировать етеміз.
мына жерге екінші штук, мына жерге копировать етіп, мына жерге үшінші штук дейік. Вот, үш столды добавить етіп алдық. Мынаны таңдаймыз. Суммасы 50 000 теңге. Сумма амортизация 25 000 теңге. Бұл бізде 25 000 теңгеге амортизация ұшырап, бізге жарты бағасына келіп жатыр дейік. Немесе 20 000 дейік. Амортизация 20 000. Бұл енді өздері бірнеше жыл пайдаланған. Олар өздерінің кезінде 50 000-ға алып, қазір амортизация ұшырап, бізге 30 000 теңгеге келіп жатыр. Бірақ біз қабылдағанда первоначальный стоимостьтен қабылдаймыз. Олар акт накладной құжаттарын жібереді, сол бойынша қабылдаймыз. 24-10, счет учеты амортизация 24-20 бізде. Движение фонда код строки формы 5 болады. Вот енді қалған столдарды копировать етіп саламыз. Вот екінші штугы бағалары бірдей дейік. Копировать. Үшінші штук, вот осылай. Үш бірдей стол келді. Егер басқа да шкаф бірдене қандай нелер келеді, соның бәрін біз осылай добавить етіп салып шығуымыз керек. Провести етеміз. Мына жерге счет учеты жаңа 62-20-ны көрсетеміз. Доходында енді прочий доход, немесе безызменный доход деп көрсететіндер болады. Мына жерге создавать етейік. Прочий доходы. Егер басқа мекемеден келген мүлік болсын, тауар болсын, жаңа ОС болсын, барлығы ол доход болып түседі бухгалтерия бойынша. Провести. Вот 24-10, 62-20. Вот дебет кредит басқан кезде бізде 24-10, 62-20 обороткаға, балансқа осылай түсетін болады. Вот бізде қабылдадық. Осылай поступление жасағаннан кейін біз манағыдай принять к учету жасаймыз міндетті түрде. Принять к учету. 50 000 теңгемен кетеді бұл жерде. Срок полезный использования олардың құжаттарын қарайсыз. Ода амортизация жылына 10 ай ма, 8 ай ма, 7 ай ма, 10 ай ма деп, 10 жыл ма, 7 жыл ма деген сияқты соларды қарап, соның айша эквивалентін саламыз. Біз енді обычный столдар 84 ай, 15% амортизация болады. Бізде 84 ай дейміз. Біз бұл жерде ескеріп кететін жағдай, біз қай мекемеден алдық, сол бойынша көрсетеміз. 50 000-ды 84 айға амортизация ұшырайды деп көрсетеміз. Өзімізді қабылдаған 30 000 теңге, өзімізден әрі қарай кететін 50 ай, 40 ай деп көрсетпейміз. Біз олар бойынша көрсетеміз. Мына жерге, например, Самиғола дейік, основной Самиғола көрсетіп шығамыз. Бұларды енді амортизация әлі бітпеген нелер, соны көрсетеміз. Способ от процента, амортизация от процента. Осыларды көрсетеміз. Вот 50 000, 84 ай. Коэффициент 14-29 дейді. Бізде 15% болу үшін 80 ай деп қоямыз да, қателеспесем. 80 ай, мына жерге 80 дейік. Мына жерге неге шықпай қалды? Қайттан 80 деп көрейік. Вот мен 15% шықты. Вот 15%, 80 ай. Вот график амортизация линейный болады барлығында. Барлық ойысте осылай болады. Одан кейін счет учет 29-33 мына жерге көрсетпесеңіздер болады. Вот мына жерге вот мүлікке жатпайды бұлар. Тек признак фиксированный активі дейміз. Сосын мына жерге нудың қай бөліміне жататын көрсетеміз. Бұл бізде столдар деген бөлім жоқ. Біз фиксированный активі 4-ші бөлімді тағандаймыз. Прочие. Фиксированный активі не включены в другие группы дейді. Соны таңдаймыз. Соны таңдап провести закрыть етеміз. Енді ведомство амортизацияны ашып қарайық. ОСНМА, ведомство амортизация. Сформировать. Вот бізде столдарымыз келді. 50 000 теңге міне. Әлі амортизация. Бұл жерде көрсетілмей тұр. Бұл жерде
биздеги остаточный стоимость боюнча шыкпай тур. Олар бизде 50 мың теңге бул жерде тек первоначальный стоимосттар шығып тур. Стоимость для вычисления амортизации шығып тур. Енді біз бұлның амортизациясын көрсетуіміз керек. Бізде жалпы енді поступление тыйымды услугта 20 мың теңге сумма амортизация көрсеттік, бірақ бұл проводка отдельности берілген жоқ. Бізде енді разработчиктер бұны енді дорабатывать етіп жатыр бұл құжатты. Біздер әзірше через операция арқылы амортизациясын көрсететін боламыз. Дұрыс шығып есептену үшін. Банк операцияға барамыз, операцияға кіріп, создавать етіп. Мына жерде бізде қай уақытта келді? 26.02.24. Источник финансирования бюджет. Мына жерге проводка 72.10 дейміз, административный расход. Бұл жерде амортизация ФА, основное подразделение, программа. Мына жаққа 24.20 дейміз и столды көрсетеміз. Стол бізде 20 мың амортизация ұшырады. Осыны копировать етеміз. Мына жерге столдың басқасын көрсетеміз. Копировать. Үшінші штук. Мына жерге подразделение, программа қоймасаңыздар да болады. Қоям десеңіздер де қате емес. Записать. Да дейміз. Налоговый учетқа да берді проводка. Енді проводка бергеннен кейін ведомство амортизацияны қайтадан сформировать еткен кезде бізде мына жерде амортизация начисление азайтады. Егер біз март айы бойынша жасайтын болсақ, бізде мына жерде первоначальный 50 мың болады, амортизация есептейді 50 мыңнан, и амортизация уже 20 мың теңге есептелініп, бізде 30 мың теңге остаточный стоимость көрсетіп тұр. Біз осылай операция арқылы біз остаточный стоимостьті келтіріп аламыз. Және біз февральда келген нәрсені біз март айына амортизация есептеген кезде қайтадан уже бұл столдарға да амортизация есептеп остаточный стоимостьті азайтып көрсетеді. Бізде операцияға закрытие месяціне барамыз. Март айына біз мана жасадық ноутбук үшін. Енді қайтадан перепровести еткен кезде, қайтадан провести басқан кезде бізде уже столдарға амортизация қайта есептейтін болады. Ведомство амортизация кіреміз, сформировать етеміз. Біз март айынан бастап қазір что-то дұрыс есептемей қалды. Поступлениясы бар. Принятие к учету дұрыс салынды ма датасы? Принятие к учетуның датасы дұрыс қойылмай қалған сияқты бізде. ОСН ма? Мына жерде принятие к учету мына жерде тұрады. Бүгінгі датамен жазылып қалыпты. Біз 26.02.24 деп қоямыз да, мына жерде марттан бастап амортизация есептейді. Егер дата дұрыс қоймасаңыз, есептемей қалады. Автоматом қай уақытпен келді, сол уақыттан кейінгі айдан бастап амортизация есептейді. Закрытие месяціне қайттан провести басамыз. Басылды. Енді амортизация сформировать еткен кезде 625 теңге наурыз айына, март айына амортизация есептеп, остаточный стоимость 29.375 теңге болды. Осылай ары қарай өзі автоматически бұл столдарға барлық ОС-ке амортизация есептейтін болады. Сіз тек дұрыстап ОС-іңізді көрсетуіңіз қажет. Дұрыстап принять етіп, принять к учету жасауды ұмытпай, даталарын дұрыс қойып, и проводкаларын дұрыс берілу қажет. Жақсы. ОС бойынша, поступление ОС бойынша қысқаша осылай. Сау болыңыздар.